етеккір айналымы жатырдың эндометрий қабатының сыдырылып шығуынан қан кетуінен басталады. Бірінші күні фолликулярлық фаза басталғанда эстроген мен прогестерон деңгейі төмен. Сондықтан қалыңдаған жатырдың эндометрий қабаты бұзылып, сыдырылып, етеккір қан кетуі пайда болады. Гипофиз безі аналық бездерге фолликул ынталандырушы гормондарды жібере бастайды. Ол аналық бездерде 5-20 шақты фолликулдардың дамуын ынталандырады. Әрбір фолликулда жетілмеген жұмыртқа жасушасы бар, және одан эстроген шығарыла бастайды. Бір фолликул басқаларына қарағанда тезірек өсе бастайды. Бұл доминантты фолликул деп аталады. Фолликул өскен сайын қандағы эстроген деңгейі айтарлықтай артады. Эстрогеннің бұл жоғарылауы фолликул ынталандырушы гормонның секрециясын тежей бастайды. Фолликул ынталандырушы гормон деңгейінің төмендеуі қалған кішірек фолликулдардың тежеліп, дамуының тоқталуына әкеледі. Ағзада эстроген мөлшерінің артуы, сонымен қатар жатырдың шырышты қабатының қоректік зат және қанмен қалыңдатылуын қамтамасыз етеді. Себебі, егер әйел жүкті болса, ұрықтанған жұмыртқа жасушасының өсу үшін қажет нәрсенің барлығын қамтамасыз ету мақсатында қалыңдайды. Овуляция кезеңі лютеин гормоны мен фолликул ынталандырушы гормонның жоғарылауынан басталады. Лютеин гормонының жоғарылауы доминантты фолликулды кеңейтіп, жұмыртқа жасушасын босатады. Ол жатыр түтігіне еніп, жатырға саяхатын бастайды. Овуляция әдетте етеккір циклінің 14-ші күні болады. Кейін лютеин гормоны және фолликул ынталандырушы гормонның деңгейі төмендейді. Нәтижесінде жұмыртқа жасушасын босатып кеңейген фолликул жабылады және эстроген мен прогестерон өндіретін сары денешікті құрайды. Егер жұмыртқа ұрықтанған болса, прогестерон жүктілікті қолдай отырып, жатырдың эндометрий қабатының одан әрі қалыңдауын қамтамасыз етеді. Бірақ ұрықтандыру орын алмаса, онда сары денешік жойылып, эстроген мен прогестерон деңгейінің төмендеуіне әкеледі. Сөйтіп, қайта етеккір айналымның бірінші кезеңіне ораламыз. Құрметті оқушылар, ұсыныстарыңыз болса, менің жеке парақшама жазып, кеңес берулеріңізге болады.